Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге булдрук мантының жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл мантының ерекшелігі қамырында, яғни қамыры ашытқымен жасалады. Және де біз үйреніп қалған мантыға қарағанда қамыры қалыңдау болады. Мантымызды дайындау үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін оның ортасын осылай кішкене ашамыз және де ішіне апары дайындап аламыз. Ең бірінші дайындап қойған қанжылым судың жартысын құямыз және одан кейін бір шай қасық құмшекер мен бір шай қасық құрғақ ашытқыны саламыз және де жарты қасық тұзды салып араластырамыз кішкене ұнмен. Содан кейін апарының көтерілуін күтеміз. Апары дайын болғаннан кейін сұйық май мен судың қалған бөлігін қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қоямыз да бір көтерілуін күтеміз. Қамыр көтерілгенше салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін ең алдымен етті турап алу керек. Мен алдын ала турап дайындап қойған болатынмын. Бұған фарштан гөрі туралған ет жақсы болады. Одан бөлек осылай орам жапырақты және пиязды ұсақтап турап етке қосатын боламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін дәмдеуіштер қосамыз және де сұйық май қосамыз. Сол кезде құрғақ болып кетпейді. Дәміне қарай тұз, бұрыш және түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қамырымыз бір көтерілгеннен кейін тақтайымыздың үстін осылай сұйық маймен майлап шығамыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды осылай бөліп аламыз. Шамамен әр біреуі 26-28 граммнан болуы тиіс. Және бөліп алынған қамырдың үстіне сұйық майды жағып шығамыз. Қамырымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп алғаннан кейін мантымызды түйуге кірісеміз. Ол үшін осылай қолмен жайып шығамыз. Шетін жұқалау етеміз де ортасын қалыңдау етеміз. Және салмасын салғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Манты шамамен 45-50 минутта пісіп шығады. Осымен булдрук мантыларымыз дайын. Бетіне осылай подливумен ұсынсаңыздар болады, немесе жай ғана сұйық майды жағып та ұсына беруге болады. Отбасыларыңызды осындай мантының ерекше түрімен қуантуға кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркелуді және алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.